Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін мен сіздерге бір ғана жұмыртқадан жасалынатын миксерсіз өте оңай, осындай жұмсақ, өте дәмді кекстердің рецепттерімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Және де ешқандай таразының өлшеудің қажеті жоқ. Тек қана бір осындай кесемен барлығын өлшейтін боламыз. Бір кесе қантымызды салып, венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстіне осындай бір пиала майымызды құямыз, сұйық майымызды, және де кішкене араластырып жібереміз. Және жылы бір пиала сүтімізді құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте 2 пиала ұнымызды дайындап аламыз. Алғашқы бір пиаласына осындай ұн қопсытқышымызды саламыз. Және де ұнымызды бірден салмаймыз. Ыдысымызға шашыратып, осылай видеодағыдай салып, жақсылап араластыратын боламыз. Кішкене араластырып болғаннан соң, тағы да осындай бір пиаламыздағы ұнымызды алып, үстіне осылай тағы да шашыратып салатын боламыз. Ешқандай граммдардың өлшеудің қажеті жоқ. Дәл осындай пиала немесе кішірек кесе болса болғаны. Дәл осындай қоймалжың қамырымыз дайын болады. Кекске арналған ыдыстарымызды алдын ала дайындап аламыз да, бір қасықтап осылай астыңғы бөлігіне құйып шығатын боламыз. Салғаннан соң енді ортасына қазір начинкасын салатын боламыз. Барлығын дәл осылай қасықтың көмегімен салып шықсаңыздар болады. Мен начинкасына вареный сгущенканы қолдандым, дәл осындай түрі, және бұл ағып астына түсіп кетпейді, қою түрі. Дәл осыны бір шай қасықпен ортасына дәл осылай барлығына бірдей салып шығатын боламыз. Ортасына салатын начинкамызды тек қана шай қасықпен осылай барлығына салып шығатын боламыз. Келесі кезекте осы начинкамыздың барлығын салып болғаннан соң, тағы да бір қасықпен дәл осылай қоймалжың массамызды, яғни қамырымызды бетіне құйып, толықтай осылай жасап шығатын боламыз. Осы кезде алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. Қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кекстеріміз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Қарапайым ғана заттардан дәл осындай кекстерді жасай аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.